Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет. Адамдар соңғы уақытта көзге көрінерліктей қартайып барады. Денсаулығы жақсы, тыныш өмір сүріп жатса да, уақыт олардың жүздеріне ізін қалдырғандай. Жеке өміріміздегі уақыт жылдамдай түскендей, ал бұл көптеген адамдардың бойында ортақ үрей туғызуда. Уақыттың тез өтіп бара жатқанын бәрі сезеді. Алайда уақыт біздің ең қымбат байлығымыз. Ол біздің өмірімізді өлшейтін басты көрсеткіш. Сондықтан оны жоғалтуға жол бермеуіміз керек. Уақытты басқарудың, оны өз ырғағымызға бағындырудың жолдарын іздеген жөн. Қиындықтар мен өзгерістер бәрібір болады, бірақ біз олардың құрбанына айналмай, керісінше соларды еңсеріп шығуға дайын болуымыз қажет. Күнделікті мазасыз ақпараттардан, жаңалықтардан аулақ болыңыз. Сіз байқадыңыз ба, бір жаңалықты көріп отырып, екіншісіне ауысып, уақытыңыздың қалайша елеусіз өтіп кеткенін. Бірнеше маңызды жаңалықтарды біліп, сонымен шектеліңіз. Өз назарыңызды басқа пайдалы әрі өнімді істерге бұрыңыз. Бұл сіздің ішкі тыныштықты сақтауға және уақытты ақылмен пайдалануға көмектеседі. Болашақ туралы мазасыз ойларға берілудің де қажеті жоқ. Болары болады, тағдырдың жазғаны орындалады. Біз тек өз ісімізге жауаптымыз. Қалай әрекет еткенімізге байланысты болашақ өзгереді. Сондықтан ойланбай отырып, уайымға берілгенше нақты әрекеттерге көшіңіз. Жақсы болашаққа қадам жасау үшін пайдалы істермен айналысыңыз. Жаңа нәрселерді үйреніңіз, өз денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, пәтеріңізді ретке келтіріңіз, спортпен шұғылданыңыз. Тіпті жаңа тіл үйренуге уақыт табыңыз. Алғашында бұл сіздің уақытыңызды көп алатындай көрінгенімен, шын мәнінде уақытты басқаруға көмектеседі. Өзіңізге демалыс беріп, жанға жайлы істерге уақыт арнаңыз. Паркке барып, тыныштықта серуендеңіз, жануарларыңызбен ойнап күліңіз, не болмаса, дәмді тағам пісіріңіз. Уақыт жетеді, тек оны мазасыздықтың ұрлауы мүмкін. Сіз оны жеңіп, өз өміріңізді толығымен бақылауға ала аласыз. Сұлулық пен өнер де уақытты баяулатуға үлкен әсер етеді. Олар ішкі үйлесімділікті сақтап, хаос пен қорқынышты ысырып тастайды. Керемет суреттерді көріп, көне әсем ғимараттарды тамашалап, классикалық кітап оқыңыз. Өнердің күші сізді тыныштандырып, уақытты ұзартуға көмектеседі. Уақыттың жылдамдығын бәсеңдету біздің қолымызда. Оған өз күшімізді салып, әр сәттен ләззат алып өмір сүруге тырысуымыз керек. Қиындықтарды жеңіп, сабырлы әрі тыныш өмір сүретін күнге жету біздің басты мақсатымыз. Өз уақытыңызды қадірлей біліңіз, себебі ол сіздің өміріңіздің ұзақтығын айқындайтын басты ресурс. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.